Бүгінде шағын және орта бизнеспен айналысатын астаналықтар саны 288 мыңға жетті. Демек, қала тұрғындарының 1/3 бөлігі кәсіпкер. Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймақ шеңберінде өндіріс орындарының қатары әлі де арта түспек. Өткен жылдың қорытындысы бойынша елорда ең жоғары қарқынына қол жеткізіп, Қазақстан экономикасы өсімінің 40%-ын қамтамасыз етті. 18 жылда Астана өнеркәсібі 23 есеге өсіп, республика бойынша 3-ші орынға тұрақтады. Осылайша елорда ел экономикасының локомотивіне айналды. Үкімет тарапынан жасалған бірқатар жеңілдіктер шағын және орта бизнестің дамуына серпін беруде. Салық түсімінің өсу деңгейіне бұл бірнеше факторлар әсер етіп жатыр. Біріншіден, ол мемлекеттік кірістер органдарының жүргізіп жатқан әкімшілендіру жұмыстары. Екіншіден, бұл соңғы кезде жетілдіріліп жатырған біздің салық заңнамасы. Яғни қазіргі таңда шағын және орта бизнес өкілдері үшін арнайы салықтық тәртіптеме қарастырылған 2 немесе 3% көлемде.